Күні бұрын Дмитрий Горьковой Бутакова ауылында есептік кездесуін тұрғындарға өткізді. Ауылдықтар биылғы жылы облыс бюджетінен Бутакова ауылында ұзындығы 5 километрден астам сумен қамту жүйесінің құрылысы жобасының жүзеге асырылуына облыс бюджетінен қаржы бөлінетіні туралы жаңалықты қуанышпен қабылдады. Сонымен қоса жобамен өрт сөндіретін гидранттармен 100 кубты 2 резервуардың құрылысы да көзделген. Жобаның жалпы құны 250 миллион теңгеге жуық. Таңдалған мердігерлік ұйым НКО жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ал жұмыстар 1 айдан соң басталады. Нысанды пайдалануға беру жыл соңына жоспарланған. Әкімнің жыл сайынғы есептік кездесуінің барысында Бутакова тұрғындары мүдделі сұрақтарын қойып, мәселелерін айталды. Больной вопрос. Весна, снег-то растает. Алда көктем. Біздің жолдардың қандай екені мәлім. Қар еріген соң жүру қиындайды. Жақсылап тас топырақ себу керек. У нас предусмотрены в бюджете средства. Қала бюджетінен қаланың және ауылдық аймақтардың жолдарына тас топырақ себуге қаржы қарастырылған. Сәуір айында сіздерде сумен қамту жұмыстары басталады. Және сол жұмыстар аяқталған соң жолдарды себуді бастаймыз. Если будут проводить воду. Мен су тартылған кезде өз үйіме тартатын болсам, оның құнын толық төлеймін бе? Давайте так, проектом предусмотрено строительство. Жалпы жобамен суды Қашаға дейін өткізу қарастырылады. Орталық магистральдан су құдықтармен Қашаға дейін тартылады. Қашадан үйге қарай меншік иесі өзі суды тартады. Су тартылған кезде мердігермен бұл сұрақты талқылаймыз. Онымен зейнеткерлер, аз қамтылған көп балалы отбасыларға қатысты сұрақтарды шешетін боламыз. Жылғаларды тазалау керек еді. Надо будет в рамках этих... Бұл жұмысты ертеңнен бастап көшкінге қарсы жұмыстар аясында өткізу керек. Біз бірнеше жыл тұрып келеміз. Ауылда мал, қойлар ұстаймыз. Иттер өте көп жүреді. Мы неоднократно... Жалпы қаңғыған иттерді ұстаумен ветеринариялық қызмет айналысады. Біз бірнеше рет оларға хат жаздық. Биыл қаңтардан бастап осы шараға қаржы көбейтілді. Біз тағы да хат жазамыз. Бір күн келіп бүкіл ауылды тексеріп шықсын. Әлеуметтік нан 20 теңгеге қымбаттады. 75 теңге болған, енді 95 теңге болып кетті. Потому что подорожала мука. Өйткені ұн қымбаттады. Біздің наубайханаларға барлық ұнды Өскеменнен әкеледі. Яғни ұнның бағасы қымбаттаса, нан да қымбаттайды. Алайда біз қазіргі таңда әлеуметтік маңызды азық-түліктердің 19 атауының бағаларын көтермей ұстап отырмыз. Сүт, нан, жұмыртқа тағы басқасы. Қаланың дүкендерінде 15%-дан жоғары баға қоспайды. Пандемияға байланысты шектеу шараларына қарамастан, өткен жылы Риддерде басты әлеуметтік экономикалық көрсеткіштердің өсімі бойынша қарқын сақталған. Бұл жайында әкімі Дмитрий Горьковой Бутакова ауылының тұрғындарымен есептік кездесуі барысында мәлімдеді.